Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы қазы жасау, яғни қазы айналдыру әдісін үй жағдайында көрсететін боламын. Ендеше маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазы жасау үшін бізге керекті заттар чеснок, тұз және де қара бұрыш қажет болады. Қазыны дайындау үшін бізге жылқының еті қажет болады. Сарымсағымызды осылай үккіштен майдалап өткізіп алатын боламыз. Үккіштен өткізіп алған сарымсағымызды ыдысымызға саламыз және де дәміне қарай қара бұрышын себеміз, татымына қарай тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше қасықтың көмегімен біркелкі қалыпқа келгенше осылай араластыра отырыңыздар. Үй жағдайында қазы жасау, яғни қазы айналдыру өте оңай. Дәл осы тәсілмен жасасаңыздар, қазыларыңыз керемет болып шығатыны сөзсіз. Енді бізге жылқы еті қажет болады. Осы жылқы етін жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін ішегімізге сиятындай етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Яғни жіңішке бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей осындай бөліктерге бөліп алдым мен. Дәл қазіргі уақыт соғым уақыты болғаннан кейін осы рецепт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Жылқының етін ұзынша етіп осылай кесіп алғаннан кейін, яғни бұл жерде майы, еті барлығы араластырып кесіп алдым. Жаңағы дайындап алған, үккіштен өткізіп алған чесногымызды, бұрышымызды, тұзын барлығын араластырып дайындап қойдық. Енді осыны жаңағы жылқының етіне жақсылап жағып шығатын боламыз, дәл видеодағыдай. Мендегі ішек жылқының ішегі. Жылқының ішегі жуандау болып шықты, сондықтан етімді де осылай қалыңдау кескен болатын. Егер де сіздерде ішегіңіз жіңішке болатын болса, сол ішекке байланысты еттеріңізді жіңішке етіп кесіп алсаңыздар болады. Мінекей барлығын тұздап осылай дайындап қойдық. Ал енді ішекке салатын боламыз. Ол үшін ішегімізді алдын ала иісі шықпас үшін тұзды сумен ішін сыртын жақсылап жуып алатын боламыз. Ал енді ішегімізге сала бастаймыз. Бір ет және де бір майдан осылай кезек-кезегімен сала отырыңыздар. Қазақтың ұлттық тағамы қазы айналдыру, қазы жасау жолы мінекей осындай. Көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай жолмен үй жағдайында осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Жасап жақындарыңызды қуантып қойыңыздар. Қазымыз біркелкі болып шығу үшін бір ет, бір майдан осылай сала отыра барлығын айналдырып алатын боламыз.
Мінекей қазымызды айналдырып болдық. Енді шетін осылай зубочисткамен қадап қойсаңыздар да болады, немесе жіппен тігіп қоюға да болады. Менде осындай екі үлкен, жуан, қалыңдау қазы шықты. Міндетті түрде осы әдіспен жасауға кеңес беремін. Өте майлы және де керемет болып шықты, өзімнің көңілімнен шықты. Қазақтың әрбір үйінде ет үзілмесін дегім келеді. Барлықтарыңызға ас болсын, дастарханымыз берекелі, мерекелі болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.